Биыл ойшыл философ ақын Ғұмар Қараштың туғанына 145 жыл. Атаулы күнге орай көрнекті қайраткердің туған жерінде есімін ұлықтаған Ғұмар ел атты мәдени көпшілік шаралар өткізілді. Алаш қайраткері Ғұмар Қараш ұрпақты өз тілі мен мәдениетін сақтай отырып, ғылым білімге ұмтылуды, мәдениетті елдерден үлгі алуды насихаттаған. Ақынның туғанына 145 жыл толуына орай Борса ауылында мәдени шаралар бастау алды. Алдымен аудан өнерпаздарының мерекелік концерті ұйымдастырылып, Ғұмар Қараш атындағы мектеп оқушылары ақын өлеңдерін жатқа оқыды. Шара ұлттық ойындар мен аламан бәйгемен жалғасын тапты. Атап айтатын болсақ, жастар асық ату, арқан тартыс, қазақша күрес, аударыспақ сынды спорттық ойындарда белсенділік танытты. Борса ауылында өте жоғары деңгейде шара өтіп жатыр. Яғни әртүрлі ұлттық спорт түрлерінен өте жоғары деңгейде өтті. Жалпы жарысқа деген қызығушылықтары жастардың өте жоғары деңгейде, барлығы белсенді қатысып, тартысты ойындар жүріп жатыр. Жалпы осындай ауылдағы жастардың белсенділігі қуантады. Дала қызықтарының сәнін аламан бәйге кіргізді. Бәйгеге Тасқала, Бөкейорда, Казталов, Жәнібек аудандарымен қатар Маңғыстау облысының да шабандоздары қатысты. 100 шақырымдық аламанның жүлде қоры 2 миллион теңгені құрады. Үлкен мейрам болып отыр, сол мейрамға қатысып, ат салысып, аламан бәйгеден бірінші орынға жүлделі болып отырмын. Аттарымыз бәйгелі болсын, осындай мейрамдар көп болсын. Одан бөлек аудандық мәдениет үйінде шара өткізіліп, ақын есімін ұлықтауға байланысты пікірлер айтылды. Ажаргүл Әлиева, Әлшер Сұлтанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.